Сәлеметсіздер ме балақайлар? Бүгін біз сіздерге Ата мұра атты ертегілер аудио кітабын ұсынамыз. Сіздермен бірге мемлекеттік қуыршақ театрының әртістері Болат Момынжанов және Ұлбосын Момынжанова. Ыбырай Алтынсарин жазған Алтын айдар ертегісі. Бір хан болған екен. Оның екі әйелі болыпты. Олар бала таппапты. Сол уақытта бұл бай сапарға шығуға ойланып, әйелдеріне айтыпты: «Мен келгенше не істеп, не тауып қоясыңдар?» депті. Сонда үлкен әйелі айтыпты: «Мен сен келгенше алтыннан әдемілеп үй салдырамын» депті. Кіші әйел айтты: «Мен алтын айдарлы бір ұл, бір қыз табамын. Ол баланың аты Алтын Айдар болады». Сонан соң бұл хан сапар шығып кетті. Хан 1-2 жыл жүріп қайтып келіпті. Сонда манағы үлкен әйелі үй салдырып қойыпты. Кіші әйелі Алтын Айдар баланы тапқан екен. Бірақ оны үлкен әйелі күндеп, бір сиқыршы кемпірге айтып, баласын ұрлап алып, құдыққа тастатыпты. Ол кіші әйелге «Сен күшік таптың» деп, күшік беріп бәле қылыпты. Сонда бейшара тоқал жылапты да шарасыз көніпті. Манағы хан келіп, күшікті көріп, тоқал әйелін қуып жіберіпті. Енді баланы әлгі кемпір құдыққа салып жіберіпті. Сонда Құдайдың құдіретімен Жәбірейіл періште құс болып келіп, аяғымен көтеріп алып кетіпті де, қаланың шетіндегі бір кемпірге әкеліп беріпті. Ол кемпірдің ұлы да, қызы да жоқ екен. Сонда ол екі бала 3-4 жыл тұрыпты. Сол уақытта әлгі кемпір өліпті. Сонан соң бала оқ мылтығы атып, құлан бұлан аулап, етін тамақ қылып, терісін киім қылып жүріпті. Сөйтіп жүріп, бір таудың шұқырына келіп, соны үй қылып, сонда тұрыпты. Ол баланың тірі екенін біліп, бұрынғы қас қылған шешесі баяғы сиқыршы кемпірді жіберіпті. Алтын айдарлы баланы өлтіріп кел деп. Сонан соң ол сиқыршы кемпір баланы іздеп шығып келсе, бала аңға шығып кетіпті. Қарындасы үйде отыр екен. Оған айтыпты: «Ағаңа айт, мына жақта Күлмес хан дегеннің бір биесі бар. Күнде құлындайды. Құлындары арғымақ, тұлпар болады» деді де кетіп қалды. Ол кемпір қастықпен өлтіруге ойлапты. Ол жолға барған кісі жолда адасып кетіп өледі екен. Кешке ағасы келіпті. Сонда қарындасы кемпірдің айтқанының бәрінде тәмәм айтыпты. Мұны естіп, ағасы құлынды іздеп сапар шығып кетіпті. Жолда келе жатқанда бір дарияға келіпті. Ол дариядан жүрген, өткен кісі әлек болады екен. Бұл Алтын Айдар өтіп келе жатса, дарияны бір перінің қызы толқын қылып, кемені аударуға келе жатыр екен. Ол аудара бергенде, Алтын Айдарлы бала қолынан ұстап алып, қолындағы сақинасын білезігін тартып алып, жолына жүре беріпті. «Тақсыр, қолыңызды ұлықсат болса алайын» депті. Сонда хан «Ала ғой» депті. Олар өздері де құлындарын ала алмайды екен. Ол құлынды туысымен бір перінің қызы бермей алып кетеді екен. Сол уақытта бала мұны күзетіп тұрғанда, бір перінің қызы бұлт болып келіп, құлынды алып бара жатқанда, Алтын Айдар қылышпен бұлтты салып қалыпты. Сонда перінің кебісімен құлынды алып қалыпты. Сонан соң ханға келіп, кебіс пен құлынды көрсетіпті. Сонда хан бұған бата беріпті. Бұл қарындасына келіп, құлынды сақинаны беріпті де, және аңға кетіпті. Сиқыршы кемпір тағы келіп, құлын мен сақинаны көріп, қарындасына айтыпты: «Мінекей, мен сендерге жақсылық ойлаймын.
ағаң саған сақина алып келді. Тағы енді бір жаққа жібер. Онан барып алтын сандық алып келсін. Депті де кетіп қалыпты. Ағасы келген соң қарындасы: Тағы бір жерде бір жақсы сандық бар. Соны маған алып келіп бер, деді. Сонан соң ағасы тұлпар құлынына мініп кетіпті. Жолда бір кемпірді көріпті. Ол кемпір жердің жарығын жамап отыр екен. Бұған келіп: «Шеше, не қылып отырсың?» Ол кемпір айтыпты: Мен осы жердің жарығын тігіп отырмын. Не үшін десең, осы жерде өзіңдей батырлар келіп кіріп, бір сандық үшін өлді. Сонда бала: «Маған да сандық керек», деп келіп кіріп кетіпті. Жердің астынан бір пері шығып айғайлапты: Тапал тас үйде болсаң, хабарлас! деп айғайлағанда, алтын айдарлы бала тас болып өліп қалыпты. Тұлпары бір-екі күн келмеген соң үйіне қайтып жылап тұрыпты. Сонда қыз ағасының өлгенін біліп, тұлпарға мініп, кемпірге келіп, манағы жер жамап отырған кемпірді көріп, ағасын сұрапты. Кемпір айтыпты: Ағаң өлген, сен барма. Барсаң, сен де өлесің. Сонда қыз айтыпты: Мен ағамды көріп өлермін, көріп кетейін деп. Кемпір айтыпты: Сен жылай бер. Жер үстінде мен мұңдық, жер астында сен мұңдық. Сонда ол қыз осылайша жылап кіріп бара жатқанда, алдынан бір пері қызы шығып, мұңын сұрап, мұны аяп ағасын тірілтіп беріпті. Сонан соң бұлар бір үлкен көп ағаш көріп, соған келіп кіріпті де, қарындасын тұлпарымен ағаштың шетіне қойып кетіпті де, аралап ағаштың ішіне жүре беріпті. Сөйтіп жүріп, бір ақ отау көріп, оған келіп кіріпті. Ішіне кіріп, біраз отырған соң, екі пері қызы ұшып келіп, сол үйдің төбесіне қонып отырып, екеуі бір-біріне айтыпты: Әй, мен бір қорықтым. Неге десең, мені бір бала суда жүріп, кемені аударып жүргенімде, қолымдағы сақинамды тартып алды. Мен ол баланы көрсем, оған әйел болар едім. Сонда кіші айтты: Мен де қорықтым. Неге десең, мен де бір ханның құлынын күнде алып кетуші едім. Бір күні алайын деп келгенімде, бір бала күзетіп тұр екен. Мен ала бергенімде, менен құлынды тартып алып қалды. Ол табылса, мен де оған әйел болар едім. Міне, әйел болсаңдар, оларды тартып алған бала мен, деп түрегелді. Сонан соң екі қыз да бұған некесін қиып тиді. Бұл бала қыздарды отауымен көшіріп, манағы қарындасы мен тұлпарына алып келді. Барлығы жиылып, бұрынғы орнына келді. Сол жерде 4-5 жыл тұрды. Қанша күндер өтіпті, бала әр күнде аңға шығып жүреді екен. Бір күні аңға шығып жүрсе, бір адамды көріпті. Екеуі келе жатса, алдынан бір аң шықты да, көлбектеп жүре берді. Сол уақытта бала да, қасындағы кісі де атайын деп ұмтылғанда, әлгі аң кісі болды да, атайын деген кісіге айтты: «Мынау сенің балаң, мынау сенің әкең», деді. «Сендерді сиқыршы мыстан кемпір айырған», деді де өзі жоқ болды. Сонан соң әкесі мен баласы бірін-бірі біліп, жылап көрсіпті де, әкесі баласын үйіне әкеліп, қонақ қылып, үлкен әйелі мен сиқыршы мыстан кемпірді шақыртып алдырып, өлтіріпті. Мұның шешесін бала таппадың деп қайыршы қылып, қаңғыртып жіберген екен. Соны алдырып, өзіне бұрынғыдай әйел қылыпты. Алтын айдар бала патша болыпты. Бұл баланың қарындасын, әйелдерін алдыртып, бәрін жинап алып, той жасап, ат шаптыртыпты. Барша мұратына жетіпті.
Құрметті тыңдармандар, біздің ертегілеріміз ұнаса, бізге тіркеліп, жылы лебіздеріңізді жазып, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Сіздерге алдағы уақытта талай қызықты ертегілерді ұсынатын боламыз.